Ассалаумағалейкум, құрметті достар, құрметті қандастар. Осы музыка әлемінде пайда болған жаңа жанр кей-поп туралы бір-екі ауыз сөз айтайын деп едім. Енді кей-поп дегенді өзіміз білеміз. Кей деген қазақ, поп қазақ попсасы деп айтуға да болады мысалы. Ал кей-попымыз Кореяда шыққан кей-поп деген жанрдан шықты деп айтсақ болады. Кей-поптың әкесі немесе болды шешесі деп те кей-поп деп айтуға болады. Кей-поп ол Кореяда шыққан. Кей-поп туралы қазір мен мына Википедияны оқып берейін. Кей-поп Korean поп, музыкальный жанр, возникший в Южной Корее, вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритма и блюза. Появившись изначально как музыкальный жанр, кей-поп превратился в масштабную музыкальную субкультуру с миллионами поклонников среди молодежи во всем мире, депті. Википедияда солай жазылған екен. Бізде енді Құдайға шүкір өзіміздің қазақ попы, кей-поп ақырындап алғашқы қадамдар басып келе жатыр. Олардың басында өздеріңізге белгілі 91 тобы деп айтуға болады. Қаншама ел қарсы болды. Қазақстанның жартысынан көбі қарсы болды ғой деймін осы топтың шыққанында басында. Бірақ бәрібір жігіттер берілген жоқ, продюсерлер де берілген жоқ. Қазір Құдайға шүкір ол топ бар, жүріп жатыр, әндерін айтып, концерттерін беріп жатыр. Бір фильм түсіріпті өздеріне арналған. Алғашқы қадамдары әрине қиын болды, бірақ онда да олар берілген жоқ. Міне соның арқасында қазір басқа да бірнеше топтар шығып жатыр. Аттарын айтсақ, олар көп. Кейбір әншілер, солист әншілер де осы жанрды айта бастады. Міне бұл кей-поп қазақ эстрадасында жаңалық деп айтуға болады. Менше. Ал жаңалық деген өздеріңіз білесіздер. Ешқашан оны аяғынан салсаңыз да, оны істеткізбей, жол бермей қойсаңыз да, бәрібір өзінің жолын табады. Мысалы, өздеріңіз білетін мысалы, сол интернет сияқты, мынау ұялы телефондары сияқты тоже. Басқа да бір ең бірінші бізде ұят деп саналған азаптардың түгел қазір өмірде бар. Ешқандай ұяты жоқ. Мысалы, мен өзімде түсінбедім сол кей-попты 91 тобын кезінде неге халықтың қарсы болғаны. Ол топтың арқасында меніңше осы кейбір елдер біздің осы жер шарында Қазақстан елі бар екен біліп, басқа елдердегі фанаттар міне қазақтың тілін естіп, қазақ әндерін естіп, қазақтың тілін үйренуге ынталанып жүрген жағдай бар.
не де болса енді хип-хоп елімізге жаңалыға келді деп айтуға болады. Меніңше бұл дұрыс. Өйткені біз өмір бойы бір жерде тұра алмаймыз. Қазіргі бізде бар топтар атақты топтар, өз әндерін айтып жатыр. Бәрібір сол біз бір стильде жүре алмаймыз өмір бойы. Бізге қазақ өнерін дамыту керек, қазақ музыкасын дамыту керек. Өйткені біз қазір 21 ғасырда өмір сүріп жатырмыз. 22 ғасырға аяқ басамыз енді. Енді өмірдің аты өмір, өмір бойы тұра бермейміз ғой. Мысалы, бұрын әлгі қазақтар киіз үйлерде тұрды, далада тұрды деп, енді қазір киіз үйде тұрып жатқан жоқпыз ғой. Қазір түгелдеріңіз қаланың ішінде суы бар, ваннасы бар, сондай пәтерлерде тұрып жатырсыздар. Міне, даму деген сол ғой. Міне, қазір әрбіреулеріңізде планшет бар, компьютер бар, ұялы телефон бар. Міне, даму деген осы. Сол себепті музыкада да Қазақстанның ән өнерінде де осындай даму болу керек, меніңше. Меніңше осы бізге келіп жатқан және де тағы да келетін жанрларға аяқтарынан шалмауымыз керек, меніңше. Өнер, қазақ өнері ішінде, соның ішінде дами берсін деп ойлаймыз. Біз осында жаңадан шығып жатқан әртүрлі жанрдағы топтарға сәттілік тілеймін. Ал өздеріңізге аманшылық, денсаулық тілеймін. Аман болыңыздар. Тек қана жақсылық болсын. Еліміз дами берсін. Оның ішінде музыкамыз, қазақ өнері дами берсін деймін. Ал көріскенше күн жақсы, сау болыңыздар.